басынан. Сәлем достардан бастаймыз ба? Окей. Сәлем достар. Сіздермен бірге Vibe of Voyage. Біз қазір Фукушима префектурасының Фукушима қаласына жүрміз. Қаласына аман есен жеттік. Алдыңғы қалаларға қарағанда бұл қаланың атмосферасынан бұрын кішкене үлкен қала ұқсайды ма? Алдыңғы қалалар кішкене қалашық сияқты болып көрінген еді. Мынау бір үлкен дамыған қала екен. Сонымен қатар бүгін ауа райы керемет болып тұр. Күн ыстық. Бүгін қараямыз. Қазір біз осы қаланы аралайтын кемеге отырмақпыз. Сол кемеден көріністерді күтіңіздер. Токушима қаласы. Токушима префектурасының әкімшілік орталығы. Шикоку аралының солтүстік шығыс жағалауында орналасқан. Қалада 250 мыңға жуық халық тұрады. Қаланың шығыс бөлігі Ки каналына қараса, оңтүстік бөлігі тұмса табиғатқа бай орманды таулы аймақ. Қаланың көп бөлігі жазық болғанымен, дәл орталықта аспанмен таласқан Бизан тауы орналасқан. Оны Токушиманың символы деседі. Сонымен бірге қала бойымен үлкенді кішілі 138 өзен ағады. Солардың ішіндегі ең ірісі Йошино өзені. Біз қазір қайыққа міндік. Мына қайықпен қаланың ішін аралауға болады. 40 минуттай уақыт қаланың ішін аралатады. Йошино өзенінің ұзындығы 194 километр. Оның су алабы осы Шикоку аралындағы 4 префектураға да тарайды. Йошино өзені Жапониядағы ең ірі өзендердің үштігіне кіретіндіктен, оған Шикоку Сабуро деген қосымша ат берілген. Сабуро дегеніміз жапондарда көбіне үшінші ұлға берілетін есім. Сонымен бірге Йошино өзенін Жапониядағы ең таза өзен деседі. Қала өмірі ежелден сумен тікелей байланысты. Мұндағы тұрмыс-тіршілік осы өзендердің бойында дамыған. Су жолы арқылы Шикоку аралы Жапонияның ең үлкен аралы Хоншумен байланыста болған. Әсіресе Осака қаласымен сауда-саттық, алыс-беріс қарым-қатынас құрған. Токушима Эдо кезеңінен бері, яғни 1600 жылдардан бері, шығыс Шикокудың экономикалық орталығы әрі Жапонияның жетекші сауда-саттық қаласы болған. Оған себеп, мұнда ағаш шаруашылығы және индиго өндірісі дамыған. Индиго өндірісі дегеніміз өсімдіктерден қара көк бояу алатын өндіріс. Оны сия, акварель бояуларын жасау үшін, киім және өзге де заттарды бояу үшін қолданған. Осы өндірістің арқасында Токушима өте қарқынды дамыған. Дегенмен кейін индиго өндірісі құлдырайды да, кезінде байып алған көпестер қалада жаңа бағыттарды дамыта бастайды. Ол қағаз жасау, жіп иіру, дәрі-дәрмек, азық-түлік кәсібі, электр энергиясы секілді заманауи салалардың дамуына әкелді. Сонымен бірге Токушиманың жері өте құнарлы. Ол да жергілікті экономикаға ауқымды үлес қосады. Токушиманың ең танымал өнімдері күріш, сәбіз және гүлді қырыққабат. Қайықтан түсіп, қаланы жаяу аралап келе жатқанымызда осындай тамаша жерге кезіктік. Қала әкімшілігі Токушималықтар күн ыстықта
бір сәт салқындап сая тапсын деп осындай орын жасап қойыпты. Ayağımızı sileyim. Ayağımızda salkın oynayalım. Ол жақта қат екен мына қала. Күн ыстық қатты. Салқын саяда сергіп алып, Қытай тағамдарын дайындайтын кафеден тамақтанып алып, осы қалаға келгендегі негізгі мақсатымыз Токушима қаласының Ава Одори орталығына келдік. Байқаған боларсыздар, біз жапондардың төл мәдениетіне, дәстүрлеріне қызығамыз. Содан болар барған жерімізде осындай қызықты жерлерді көруге асығамыз. Тамыз айында Жапонияның әр түкпірінде әртүрлі дәстүрлі фестивальдер өтеді. Соның бірі Токушимада өтетін Ава Одори фестивалі. Мұндағы Ава дегеніміз осы Токушима өлкесінің бұрынғы атауы, ал Одори дегеніміз би деген сөз. Яғни Токушима өлкесінің биі дегенді білдіреді. Бұл бидің 400 жылдық тарихы бар. Және оның шығу тегіне қатысты 3 түрлі нұсқа айтылады. Біріншісі 1586 жылы Ава провинциясының әскери қолбасшысы Хачисука Иемаса тұрғындарды жинап, Токушима сарайының құрылысы біткенін тойлағанда, сакеге тойып алған халық қолға түскен аспаптарда ойнап, өлең құрап, би билеп, көңіл көтергеннен осы мейрам бастау алған деседі. Екінші нұсқа бойынша, Жапон халқы тамыз айының екінші жартысында ата-бабаларын еске алып, әруақтарын күтетін Обон мейрамына орай түрлі той-думан өткізетіндіктен, Ава Одори де соның бірі ретінде қазіргі күнге дейін жеткен деседі. Үшінші нұсқаға сәйкес, шамамен 1578 жылдан бері қарай, Жапон халқының Но деп аталатын театрында Фурю биін билей бастағанда, осы Ава Одори биі де содан бастау алған деседі. Айтылған нұсқалардың бәрінде 16 ғасыр аталатындықтан, Ава Одоридің 400 жылдан астам тарихы бар делінеді. Қазіргі күнге дейін Ава Одори бүкіл Жапон жері бойынша өтетін 3 үздік фестивальдің бірі саналады. Жыл сайын 12-15 тамыз арасында өтетін бұл мейрамды күніне 1,5 миллионға жуық адам тамашалайды. Көрермендер Жапонияның түкпір-түкпірінен де, шет елден де жиналады. Токушима көшелері бұл күндері түрлі түсті киім киген жайдары бишілерге толып, таңғаларлық салтанатты той-думан өткізеді. Ал енді нағыз Ава Одоридің қандай болатынын тамашалап көрейік. Мінеки, Ава Одори деген осындай би екен. Сіздерге ұнады ма?
Ендеше ава одоримен тереңірек танысуды мұндағы негізгі аспаптардан бастайық. Шамисен – 3 ішекті шертпелі аспап. Біздің домбыра секілді жапон халқының ең негізгі аспаптарының бірі саналады. Кабуки, бунраку театрларында, гейшалардың отырыстарында және осындай дәстүрлі мейрамдарда кеңінен қолданылады. Шамисенді бачи деп аталатын құралмен шертеді. Оны көбіне піл сүйегінен жасайды. Фуэ – жапон сыбызғысы. Бамбуктан жасалады. Ертеде оны дзен мектебінің монахтары медитация жасау үшін қолданған деседі. Кане – дөңгелек пішінді шағын ұрмалы аспап. Ағаштан жасалған қоңыраумен ұрып ойналады. Оркестр дирижері секілді барлық аспаптарды біріктіріп тұратын айрықша рөлі бар. Шимедайко – шағын жапон барабаны. Баулармен және бұрандалармен реттеледі. Биге ырғақ беріп тұрады. Одайко – үлкенірек барабан. Екі жағына тері тартылып таяқшамен ұрып ойнайды. Терең бас дыбысын шығарады. Ава одориде қолданылатын осы аспаптар жиынтығын наримоно деп атайды. Наримоно – ава одоридің ажырамас маңызды бөлшегі. Наримонода ойналатын ава одоридің негізгі ырғақты әуенін дзомеки деп атайды. Енді ава одори билейтін бишілердің киіміне тоқталып өтейік. Әйел адамдар үстіне жазғы жеңіл киім юката киеді де, етегін жоғарырақ көтеріп, белінен мықтап байлап, астына ұзын белдемше киеді. Аяққа таби деп аталатын шұлық және гета деген аяқ киім киеді. Бастарына уриамигаса деп аталатын сабаннан жасалған бас киім киеді. Осы бас киім ава одори мейрамының символына айналған. Ер адамдарда үстіне юката, аяғына таби киеді. Бірақ аяқ киімсіз билейді және юкатаның астына қысқа шорты киеді. Оған себеп ерлер биі әйелдердікіне қарағанда шапшаңырақ және белсендірек, және олар тізесін өте төмен түсіріп билейді. Сондықтан оларға осылай киінген ыңғайлы. Мына жерде ава одориді қалай билеу керек екенін үйретіп жатыр. Біз әдетте жүргенде оң аяқты басқанда сол қолымызды, сол аяқты басқанда оң қолымызды қозғалтатын болсақ, ава одориде керісінше оң аяқты басқанда оң қолды, сол аяқты басқанда сол қолды қозғалту керек деп түсіндіріп жатыр.
Басында Ава Одоридің шығу тегін түсіндіргенімізде, бір нұсқа ретінде аруақтарды еске алу бие деген пікір бар дегенді айтқанбыз. Яғни жапондар ата-бабаларының әруақтарын еске алып, күтетін Обон мейрамында осындай би билеген деседі. Дәл осы би Ава Одоридің түп нұсқасы дейді. Байқасаңыздар, әуені баяу да реңсіз, жоқтауға ұқсайды. Ал соғыстан кейінгі жылдары халықтың езілген еңсесі мен жабырқау көңілін көтеру үшін ырғақты да ойнақы әуенге ауысқан екен. Енді Ава Одоридің ең танымал 3 би стиліне тоқталып өтейік. Біріншісі нонки стилі. Бұл өте көңілді, ырғағы тез, ширақ би. Бұл биді шаруалардың биінен шыққан деседі. Яғни ертеде индиго бояуымен айналысқан көпестер мен шаруалар жұмыстан демалып сергу үшін осылай билеп көңіл көтерген. Сондықтан болар оны шаруалар биі деп те атайды. Нонки биінде арқаны түзу ұстап, тізені бүгіп, аяқтың ұшымен жүріп, қолды жан-жаққа сермеп билейді. Басты акцент қолды тез әрі белсенді қимылдату. Екінші стиль годжа-хей. Нонкиге қарағанда ырғағы баяу, тізені өте төмен түсіріп, жер жорғалап жүргендей билейді. Соғыстан кейінгі жылдары әруақтарды еске алатын би ретінде танымал бола бастаған. Балық аулайтын ауды лақтырып, тартып жатқандай қимылды білдіретіндіктен, халық арасында балықшының биі деп те атайды. Және үшінші стиль ахо стилі. Жапон тілінен аударғанда ахо деген ақымақ дегенді білдіреді. Яғни бұл биде бишілер ақымақтар секілді құтырып, қолына чочин деп аталатын шамды ұстап алып, оны олай да былай сілкіп секеңдеп билейді. Үш стильдің ішіндегі ең екпінді, ырғағы тез, жігерлі де ойнақы би. Құрметті көрермен, мінекей, Ава Одоридің тарихымен, әуенімен, ойналатын аспаптарымен, би стильдерімен толық танысып шықтық десек те болады. Дегенмен бұл биге және осы Ава Одори мейрамына қатысты қызықты мәліметтер өте көп. Оның бәрін өздеріңіз ғаламтордан қосымша ізденіп қарасаңыздар, нұр үстіне нұр. Ал біз болсақ, Ава Одориді көпшілікпен қосылып билеп, саяхатымызды әрі қарай жалғастыру үшін келесі қалаға жолға шықтық. Видеомыз ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.